Билер 4-ші тарау. Ал Ехуд дүние салғаннан кейін Исраилдіктер қайтадан жаратқан иеге жек көрінішті іс-әрекет жасады. Сол себепті жаратқан ие оларды Қанаханның патшасы Ябиннің қолына бере салды. Ябин елдің солтүстігіндегі Хасорда билік құрды. Оның қолбасшысы Сисара Харошет Ғойымда тұратын. Сисараның 900 темір соғыс күймесі болды. Ол Исраилдіктерді 20 жыл бойы қатты қанап, олар жаратқан иеге жалбарына сыйынды. Сол кезде Дебора есімді пайғамбар әйел Исраил халқына билік айтатын. Оның күйеуінің есімі Лапидот болатын. Дебора Ефремнің таулы аймағындағы Рамах пен Бетелдің арасындағы Дебораның құрма ағашы деп аталатын ағаштың түбінде тұратын. Даулы мәселелеріне әділ шешім іздеген Исраилдіктер оның алдына келіп жүгінетін. Бір күні Дебора Нафталим руының жеріндегі кедестен Абиноғам ұлы Барақты шақыртып алдырып, оған былай деді: «Тыңдап ал, Исраилдің Құдайы жаратқан ие саған мынаны бұйырады. Нафталим, Забулон руларынан 10 000 адамды жинап, солармен Табор тауына өрлеп бар. Мен Ябиннің қолбасшысы Сисараны өзінің соғыс күймелерімен және қалың қолымен бірге сенің қасыңа Қишонның аңғарына еліктіріп әкеліп, қолыңа тапсырамын. Алайда Барақ оған: егер сіз менімен бірге баратын болсаңыз, барамын. Ал бармасаңыз, мен де бармаймын деп жауап қайтарды. Сонда Дебора: жарайды, мен сенімен бірге барамын, бірақ бұл жорыққа барсаң да, сенің даңқың шықпайтын болады. Себебі жаратқан ие Сисараны бір әйелдің қолына тапсырады, деді. Сонымен Дебора жиналып, Барақты ертіп кедеске барды. Барақ Забулон мен Нафталим руларының ер адамдарын кедеске шақырды. Сонда Барақтың соңынан 10 000 сарбаз еріп, Дебора да онымен бірге Табор тауының басына өрлеп барды. Мұса пайғамбардың балдызы Хобабтың бір ұрпағы Кендік Хебер есімді кісі бар болатын. Сол кезде Хебер басқа кендіктерден бөлініп, кедестің маңындағы Сананымдағы дәу емен ағашының маңында қос тігіп тұрып жатқан еді. Енді Абиноғам ұлы Барақтың сарбаздармен бірге Табор тауына көтерілгендігі туралы хабар Қанахандық қолбасшы Сисараға жетті. Сисара қарамағындағы барлық күймелерін, 900 темір соғыс күймесін және күллі жасақшыларын шақырып жинап алып, Харошет Ғойымнан Қишон алқабына аттанды. Сол кезде Дебора Бараққа тіл қатып: аттан, бүгін жаратқан ие Сисараны сенің қолыңа тапсырады. Жаратқан иенің өзі алдыңа жүріп жар болады, деді. Барақ 10 000 адамын ертіп алып, Табор тауынан төмен түсті. Жаратқан ие Сисараны, оның күллі соғыс күймелері мен жасақшыларын абыржытып, оларды Барақтың адамдарының семсерлерімен қырып жойды. Сисара соғыс күймесінен түсіп, жаяу қаша жөнелді. Барақ сарбаздармен бірге жаудың соғыс күймелерімен жасағын Харошет Ғойымға дейін қуып, Сисараның бүкіл жасағы семсерден қаза тауып, бірде-біреуі тірі қалған жоқ. Ал осы екі арада қолбасшы Сисара Кендік Хебердің әйелі Жайылдың шатырына жаяу қашып барған еді. Себебі Хасор патшасы Ябин мен Кендік Хебердің әулеті өзара тату болатын. Жайыл Сисараның алдынан шығып: қош келдіңіз, тақсыр, төрлетіп дем алыңыз, еш қауіптенбеңіз, деп ішке шақырды. Сисара шатырға кіріп, әйел оның үстін бір көрпемен жауып тастады. Сисара одан: маған ішетін су берші, шөлдеп тұрмын, деп сұрады. Әйел сүт құйылған торсықтың аузын ашып, оған сүт берді. Содан кейін Сисараны
қайтадан көрпесімен қымтап жапты. Сисара оған: шатырдың кіре берісінде тұр. Егер біреу келіп, іште кісінің бар жоғын сұраса, жоқ деп бұйырды. Содан әбден шаршаған Сисара қатты ұйықтап кетті. Ал Хебердің әйелі Жайыл шатырдың бір қазығын және балғаны қолына алып, Сисараға білдіртпей жақындап барды да, оның басын самайынан қазықпен қағып, жерге қадап тастады. Сисара осылайша өлді. Осы екі арада қолбасшы Сисараның соңынан қуған Барақ та жетті. Жайыл оның алдынан шығып: кіріңіз, мен сізге іздеп жүрген кісіңізді көрсетемін деді. Барақ ішке кіріп қараса, міне, самайына қазық қағылған, Сисара өліп жатыр екен. Осылай Құдай сол күні Қанахан патшасы Ябинді Исраильдіктерге бой ұсындырды. Күн өткен сайын арта түскен олардың күші Қанаханның осы патшасын тықсырып, ақыр соңында оның да көзін құртты. Билер, 5-ші тарау. Сол жеңіс күні Дебора және Абиноғам ұлы Барақ былай деп жырлады: басшылар бастап шықты Исраилды, халық өз еркімен бағышталып ерді. Мақтаңдар, содан жаратқан иемізді. Ей патшалар, құлақ салыңыздаршы, ей билеушілер, тыңдаңыздаршы. Жаратқан иеге жырымды арнаймын, Исраилдың Құдайына әнімді шырқаймын. Уа жаратқан, сен Сейірден шыққанда, Едом аймағынан алға басқанда, жер сілкініп, бұлттан жаңбыр құйды, сонда таулар дірілдеді. Иеміздің алдында, Синай тауы да, жаратқанның алдында, Исраилдың Құдайының көз алдында, Анат ұлы Шамғардың заманында, әрі Жайылдың да уақытында, үлкен жолдар қаңырап бос жататын, жүргіншілер сүрлеумен алға басатын. Бос қалды Исраилдың елді мекендері. Исраилдік Ана мен Дебора келгенше, халық жаңа тәңірлер алды тыңдап. Содан қақпаларға соғыс келді таяп. Исраилдың 40 000 ері арасынан байқалды ма бірде-бір найза не қалған? Жүрегімде Исраилдың әміршілері, һәм халықтың бағышталып ерген ерлері, бәрің мадақтаңдар жаратқан иемізді. Уа, ақ есекке мініп алған байлар, қымбат кілем үстінде отыратындар, әрі жаяу жүргендер, соны хабарлаңдар. Суатта ән жыр айтқандарға құлақ асыңдар, жаратқанның әділ істерін мадақтаңдар. Исраил өз диқандарының ерлігін мақтар, жаратқанның халқы қала қақпасына барды. Уа Дебора, енді ояныңызшы, оянып жырлап ерлерді шақырыңызшы. Уа Абиноғам ұлы, тұрыңызшы. Уа Барақ, жауларды тұтқындаңызшы. Қалған ерлер шықты айбатты жауға қарсы, жаратқанның халқы мықтыларға қарсы. Амалектің жері болған Ефремнен түсті, Буяминдіктер олардың соңынан ілесті. Махырдан аттанды әскербасылар, Забулоннан билік басындағылар. Исашар басшылары еріп Дебораға, Исашар Барақпен атой салды аңғарға. Ал пікір мың құбылды Рубен тармақтарында, неге жылжымай жаттың қораларда, шопанның ысқырығын тыңдап отырдың ба? Пікір мың құбылды Рубен тармақтарында, ғилақат қалды Иорданның ар жағында. Дан, неге жалтарды кемелер қасында, Ашир отырды теңіз жағалауында, әрекет етпеді кеме жайларында. Ал Забулон руы аянбады қыраттарда, бастарын өлімге тікті Нафталимдықтар да. Жау патшалары аттанды соғысуға, Қанахан патшалары тағанақта, Мегидо бұлақтарының бойында. Шайқасқанмен олар ешқандай олжа, не күмісті түсіре алмады қолдарына. Аспан әлемінен жұлдыздар сонда жүрген жолдарынан соғысып, олар да шабуыл жасады сол Сисараға. Жауларды шайып ағызып Қишон жылғасы әкетті. Ежелден бар бұл Қишон жылғасы, алға басып қабылдайық күш қуатты. Аттардың тұяқтары жерді дүркіретті. Жаудың алғыр айғырлары шауып жүрді. Мероз қаласы жазасын тартсын, деді.
жаратқан иеміздің періштесі қала тұрғындарына қарсы тиеді, жаратқанға олар қолдау көрсетпеді, мықты жауға қарсы көмектеспеді. Әйелдер ішінен жайыл жарылқансын, бұл батыл әйел кендік Хебердің, ол шатырда тұратын әйелдердің ең молынан жарылқанғаны болсын. Сисара су сұрап, жайыл сүт берді, әсем тостағанмен шалап әперді. Жайыл оң қолын созды қазыққа, сол қолын жұмысшының балғасына. Бір ұрып жарды ол жауыздың басын, тесіп жіберді Сисараның самайын. Жайылдың аяқтарына жау иілді, аяқтарының арасына жығылды. Жығылған жерінде лезде қырылды. Сисараның шешесі сыртқа қарады. Терезе торынан былай деп зарлады. Неге келмеді оның соғыс күймесі, кешіктау дөңгелектерінің дүбірі. Көреген ханымдары мынадай жауап қатты. Соларын көп қайталап ол жұбаныш тапты. Олжа тауып бөлісіп жатыр екен. Әр сарбазға тұтқын қыз бір-екіден. Алуан түсті шапандар Сисараға, кестелі түрлі түсті маталар да, һәм кестеленген шәлілер менің мойныма, осылардың барлығы да бізге олжа. Уа жаратқан, бар жауың солай талқандалсын, ал сені сүйгендер атқан күндей нұрлансын. Содан елде 40 жыл бойы тыныштық орнады. Билер 6 тарау. Ал Исраильдіктер қайтадан жаратқан иеге жек көрінішті іс-әрекет жасады. Содан жаратқан ие оларды 7 жылға Мадиян халқының қолына тапсырды. Мадияндықтар Исраильге тым қатты зорлық-зомбылық көрсеткендіктен, Исраильдіктер өздеріне тау шатқалдарында үңгірлер мен бекіністер дайындап алып, сонда бас сауғалады. Себебі Исраильдіктер жерге егін еккен сайын, Мадияндықтар Амаликтіктермен және шығыстың басқа да көшпелі тайпаларымен бірге оларға шапқыншылық жасай беретін. Жау Исраильдіктерге қарсы қостарын тігіп, тіпті Газаға дейінгі аралықтағы барлық жердің өнімін құртты. Олар Исраильде ешқандай азық-түлік атаулыны тастамай, не ірілі ұсақты малдан, не есектерден бірде біреуін де тірі қалдырмайтын. Сол тайпалар малдармен, қостармен елді шегірткедей қаптап кететін. Себебі адамдары мен түйелері сансыз көп болатын. Олар елге басып кіріп, оның сау тамтығын да қалдырмайтын. Осылайша Исраильдіктер Мадияндықтардың кесірінен қатты күйзеліске түсіп, жаратқан иеге жалбарына сыйынды. Олар Мадияндықтарға бола жаратқан иеге жалынып, мінәжат еткендіктен, жаратқан ие Исраильге бір пайғамбарды жіберді. Ол халыққа былай деді: Исраильдің құдайы жаратқан ие мынаны айтады: мен өзім сендерді құлдықта жүрген Мысыр елінен алып шықтым. Мысырлықтардың қолынан және өздеріңді жәбірлеген басқалардың да барлығынан сендерді құтқардым. Оларды алдарыңнан қуып шығып, жерлерін сендерге табыстадым. Өздеріңе былай дегенмін: мен сендердің құдайларың жаратқан иемін. Енді сендер Аморлықтардың жерін мекендеп тұрсыңдар. Ал олардың жалған тәңірлерінен қорқып, соларға табынбаңдар. Бірақ та сендер мені тыңдамадыңдар. Бұдан кейін жаратқан иенің періштесі Офрадағы дәу еменнің түбіне барып, сонда отырды. Бұл жер Әбиезердің ұрпағы Жоғастың меншігі еді. Сол кезде Жоғастың ұлы Гедеон жинаған бидайының дәндерін Мадияндықтардан сақтап қалу үшін, оны жүзім сыққыштың ішінде бастырып жатқан еді. Жаратқан иенің періштесі Гедеонға көрініп, жаратқан ие саған жар, мықты батыр, деп тіл қатты. Гедеон оған былай деп жауап берді: уа мырзам, егер жаратқан ие бізге жар болса, онда неліктен осының бәрі басымызға түсті? Аталарымыз бізге айтып берген, оның барлық кереметтері қайда кеткен? Олар
халқымызды Мысыр елінен бастап алып шыққан жаратқан ие емес пе еді дейтін. Ал қазір жаратқан ие бізді тастап кетіп, мадияндықтардың қолына бере салды. Жаратқан ие Гедеонға бұрылып, сен бар да, осы құдіретіңмен Исраилді мадияндықтардың қолынан құтқарып ал. Сені жұмсап тұрған өзім емеспін бе, деп аманаттады. Бірақ Гедеон, уа мырзам, мен қалайша Исраилді құтқармақпын? Менің әулетім, руым Манасаның ішіндегі ең әлсізі. Әрі өзім де әкемнің үйіндегі кенжесімін ғой, деп жауап қатты. Жаратқан ие оған, мен сөзсіз, сенмен бірге жүріп жар боламын. Сонда сен жалғыз бір-ақ адамды соққандай, мадияндықтардың барлығына да күйрете соққы бересің, деп уәде берді. Гедеон, уа ием, егер сен маған оң көзбен қарасаң, онда менімен сөйлесіп тұрған шынымен өзің екенін дәлелдейтін белгі ретінде бір керемет көрсете көр. Енді мен барып, саған арнап бір сый тарту алып келгенше, алыстап кетпей, осында бола тұрсаң екен, деп өтінді. Жаратқан ие, жарайды, сен қайтып келгенше, мен күте тұрайын, деп келісті. Гедеон үйіне барып, бір лақты сойып, етін асты да, бір қапшық ұннан ашытқысыз нан пісірді. Содан соң, лақтың етін себетке салып, сорпасын ыдысқа құйып алып, еменнің түбінде періштенің алдына қойды. Құдайдың періштесі Гедеонға, ет пен нанды мына тастың үстіне қойып, сорпаны құй, деп тапсырды. Гедеон солай істеді. Сонда жаратқан иенің періштесі қолындағы таяғының ұшын ет пен нанға тигізді. Лезде тастаған от лап етіп шықты да, ет пен нанды жалмап қойды. Ал періште Гедеонның көзіне көрінбей қалды. Бұдан Гедеон оның шынымен жаратқан иенің періштесі екеніне көз жеткізіп, о жаратушы Тәңірие, мен жаратқан иенің періштесінің жүзін бетпе-бет көрдім. Енді маған не болар екен, деп абыржып қалды. Ал жаратқан ие оны, саған амандық болсын, қорықпа, содан өлмейсің, деп жігерлендірді. Гедеон сол жерде жаратқан иеге арнап құрбандық ұсынатын орын салып, оған жаратқан ие, амандық, бастауы деген ат қойды. Сол құрбандық орны күні бүгінге дейін Әбиезер әулетіне тиесілі Офра деген жерде тұр. Сол түні жаратқан ие Гедеонға былай деп бұйырды. Әкеңнің табанынан 7 жасар екінші бұқаны ал. Әкеңнің бағалға арнаған құрбандық орнын қиратып, оның жанындағы Ашераға бағышталған бағананың түбіне де балта шап. Содан соң Құдайдың жаратқан иеге арнап құрбандық ұсынатын орынды дұрыстап қалап сал. Екінші өгізді шалып, Ашераға бағышталған бағананың ағашымен түгелдей өртелетін құрбандық ретінде ұсын. Сонда Гедеон қызметшілерінің арасынан 10 адамды алып, жаратқан иенің берген бұйрығын орындады. Бірақ ол әкесінің үй ішінен және қала халқынан қорқып, мұны күндіз емес, түнде істеді. Таңертең қала халқы ерте тұрып қараса, міне ғажап, бағалға құрбандық ұсынатын орын қиратылып, оның жанындағы ағаш бағананың түбіне балта шабылыпты. Ал жаңадан салынған құрбандық ұсынатын орында екінші бұқа құрбандыққа шалынып, өртеліпті. Олар бір-біріне, бұны кім істеді екен, десіп, тексеріп сұрастырып, мұны жоға солы Гедеонның істегенін біліп алды. Содан қала халқы жоғастан талап етіп, балаңды үйіңнен мұнда алып кел, ол өлуге тиіс. Себебі бағалдың құрбандық орнын қиратып,
жанындағы Ашераның бағанасын да шауып тастапты деді. Бірақ Жоғас қарсы шыққандарға былай деп жауап берді: сендер Бағал үшін күреспексіңдер ме? Оны сендер құтқармақсыңдар ма? Бағал үшін күресетін әркім таңертеңге дейін өледі. Егер Бағал шынымен тәңір болса, өзі үшін өзі күресіп, құрбандық орнын қиратқан адамның көзін өзі құртсын. Сол күннен бастап жұрт Гидеонды Еруб Бағал деп атайтын болды. Бұл ол Бағалға арнап құрбандық ұсынатын орынды қиратып тастағандықтан Бағал онымен өзі күрессін деген мағынаны білдіреді. Содан кейін күллі мадияндықтар, амеликтіктер және шығыстың басқа да көшпелі тайпалары бірге жиналды. Олар Ярдан өзенінен өтіп, Израиль аңғарына жетіп, сол жерде қостарын тікті. Сонда жаратқан иенің рухы Гидеонға қонып, бойын биледі. Гидеон дабыл беріп кернейін тартқанда, Әбиезерден тараған әулет жиналып, оның соңынан ерді. Ол сондай-ақ бүкіл Манаса руына да хабаршыларын жіберіп, оларды өзіне ілесіп аттануға шақырды. Гидеон Ашир, Забулон, Нафталимға елшілерін жолдаған соң, сол рулар да қыратты аймаққа көтеріліп, онымен кездесті. Мұнан кейін Гидеон Құдайға сыйынып былай деді: уа Құдай, егер сен шынымен өзің уәде еткендей Исраил халқын мен арқылы құтқаратын болсаң, оны былай көрсете көр. Мен қырманға қырқылған жүнді жаямын. Егер таңертең шық тек жүннің үстіне ғана түсіп, ал жер құрғақ болса, онда сен өзің уәде еткендей Исраилді жаудан мен арқылы құтқаратыныңды білетін боламын. Бұл солай болды да. Гидеон келесі күні таңертең ерте тұрып, жүннен табақ толатындай су сығып алды. Ал Гидеон қайтадан Құдайға сыйынып былай деді: қаһарлана көрмеші, тағы бір өтінішімді айтайын. Мен тағы бір рет көзімді жеткізгім келеді. Бұл жолы жүн құрғақ, ал айналасындағы жер шықтан дымқыл болсын. Құдай сол түні дәл осылай істеді. Жүн ғана құрғақ болып, айналасындағы жердің бәріне шық түсіпті.